Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз мектептегі білім беру ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін. Сабақтың мақсаты білім беру жүйесінің тарихи дамуын сипаттау, әр кезеңнің ерекшеліктерін салыстыру, қазіргі білім беру жүйесінің артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау. Бағалау критерийі: ежелгі ортағасырлық және қазіргі білім беру жүйелері туралы білім алу, тарихи кезеңдердегі білім беру ерекшеліктерін салыстыру. Білім және оның қоғам өміріндегі орны. Білім адам өмірі мен қоғам қалыптасуының ең басты негізі болып саналады. Ол адамзаттың басты мақсатын айқындап, әлеуметтік маңызды тәжірибесінен көрініс береді. Адамзат үшін білімнің қажеттілігі әлемге деген байланыс әрекеттерінен туындаған. Білімнің арқасында адам әлемді игеру әдістерін меңгеріп, оларды тәжірибесіне айландырады. Оны қоршау қоғамның жолын тауып, өзгелерге көрсетеді. Білім белгілі бір нақты мақсатты істі жүзеге асыруды нақты айқындылық береді. Білім берудің маңызы әрбір жаңа ұрпақтың қоғам өміріндегі тиімді қалыптасуын ғана қамтамасыз етіп қоймайды. Білім сол қоғамның өмір сүру шарты. Жеке тұлғаларға білім беру арқылы қоғам өзін қалыптастырып, мүмкіндігін арттырады және келешек өміріне негіз болады. Білім жеке тұлғаның қоғам өміріне тиімді енуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан ол тек білім берумен ғана емес, тәрбиемен де айланысады. Білім беру негізінен білімді, кәсіптік, шеберлікті және дағдыларды игерумен байланысты. Тәрбие қажетті бағыттар мен коммуникативті дағдыларды игеріп, оларды тұлғаның бойына қалыптастырудан тұрады. Білім берудің рухани қызметі дегеніміз осы. Білім беру бұл жеке тұлғаның қоғам өміріне тиімді енуі және сол қоғамның өзінің тұрақтылығы мен келешегі дамуын қамтамасыз ететін нақты мақсат арқылы қалыптасқан процесс және нәтиже. Білім беру мен оны қалыптастыру бағыттар кәсіптік және коммуникативтік шеберліктер мен дағдылар процесі. Біздің заманымыздан бұрын 4-3 мыңжылдықтарда алғашқы өркениеттің пайда болуына орай білімнің әлеуметтік институтқа айналу процесі басталды. Мемлекеттік басқару, құқықтық қағидалар дайындау мен оларды қолдану, діни рәсімдердің күрделенуі ерекше білім мен дағдыны талап етті. Сондықтан білім арнайы салалық сипатқа ие бола бастады. Бір бағытты ғана қамтыған білім беріле бастады және мұны арнайы дайындықтан өткен адамдар жүзеге асырды. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда білім алуға тек таңдаулылар мен мәртебелілер ғана қол жеткізді. Білім берудің тарихи түрлері біздің заманымыздан бұрын 5-4 мыңжылдықтарда ежелгі грек мәдениетінің гүлдену кезеңіне қарай Афинада дене шынықтыру мен және ғылыммен айналысатын көптеген мекеме пайда болды. Мектепте, палестра мен гимназияда ежелгі грек жас өспірімдеріне білім беру жүзеге асты. Мектеп ұлдарды 7 жастан мектепке берді және олардың тәрбиесімен ұстаздар айналысты. Мектептер ақылы болды. Онда оқу, жазу және арифметика сабақтары жүрді. Сонымен бірге музыка, сурет салу мен және ән салумен айналысты. Мектептерде белгілі әдеби шығармалар оқылып, жатқа айтуда үйретілді. Тек бай гректер ғана терең білім ала бастады. Қыздарды оқытумен және тәрбиелеумен үй жағдайында аналар айналысты. 7 жастан бастап қыздарды оқуға, жазуға, тоқуға, жіп иіруге, үй шаруасын жақсы меңгеруге үйретті. Палестра ұлдар 12 жасқа толғанда мектептен басқа жекеменшік гимнастикалық мектептер палестра бара бастады. Мұнда ұлдар 16 жасқа дейін гимнастикамен, күреспен, жүгірумен, диск және найза лақтырумен, жүзумен, әскери дайындықпен айналысты. Афина жас өспірімдері гректерде адам дене сымбатының сұлулығына табынатын болғандықтан дене шынықтырумен айналысты. Олар адам ақылды, ал денесі сымбатты әрі сұлу болуы керек деп санады. Оқушылар әдемі үлгілерді көріп отыру үшін палестрада белгілі мүсіншілер жасаған мүсіндерді қойып отырған. Мысалы, мүсінші Миронаның диск лақтырушы мүсіні
Мұндай мүсіндерді көріп отырған грек жас өспірімдері осындай нәтижелерге қол жеткізуге талпынуы тиіс болған. Педагог ұғымы баланы жетектеуші деген мағынаны білдіреді. Палестра оқу кезінде оқушылар спортқа қаншалықты жақсы машықтанғанын көрсету үшін үнемі оқу әскери жарысы жүргізіліп отырған. Палестра оқушыларынан қоғамда өзін ұстай білуді, жақсы әдептерге үйренуді талап еткен. Гимназия грек қалалары мен эллиндік шығыста біздің заманымыздан бұрын 5-4 ғасырларда кеңінен таралған. 16-18 жастағы жас өспірімдерге арналған мемлекеттік оқу мекемесі. Гимназияға Палестраны бітірген атақты отбасынан шыққан бозбалалар түскен. Гимнастикамен айналысуды жалғастыра отырып, олар философияның жетекшілігімен әдебиет, философия, саясатты оқыған. Академия деп біздің заманымыздан бұрын 387 жылы Платон негізін қалаған, ежелгі Грекиядағы философиялық оқу орны атаған. Ол Афины қаласына жақын аңыз бойынша Академ деген қаһарманның есімімен аталды. Платон академиясында философия, математика, астрономия, жаратылыстану және басқа бірнеше пән оқытылды. Оқытудың негізгі әдісі диалектика болды. Академиялар ғылыми және оқыту мекемелер ретінде орта ғасырда пайда бола бастады. 15-16 ғасырда әсіресе саны 200-ден асқан Италияда академиялар жаңа қырынан көрінді. Онда әдеби, лингвистикалық, философиялық бағыт басым алды. 1603 жылы Римде қазіргі ғылым академиясының прототипі болған академия пайда болды. 17 ғасырда академиялар дәуірі болды. Спарталық мектеп, ежелгі грек мемлекет полистің халқы спарталықтар үшін білім алудың және әскери қауым мүшелерін дайындау қажеттілігін анықталды. Сондықтан әскери оқуға баса назар аударылды. Спартадағы білім беру мекемелерінің негізі түрі мектеп-интернаттар өскелең ұрпаққа білім мен тәрбиені қатар беретін өзгеше жастар коммуналдары болды. Мектеп, арабша мактаб, жазу орны дегенді білдіреді. Арабияда 7-8 ғасырларда пайда болған бастауыш діни мекеме мұсылмандық миссионерлік дамуымен және исламның нығаюымен таяу және орта шығыс елдерінде таралды. 9-10 ғасырларда мектеп Орта Азия, Әзербайжан, Волга бойы және Сібірде пайда болды. Мектеп әдетінше мешіттер жанында орналасты. Онда негізінен 7-13 жасар ер балалар оқыды. Оқу мерзімі 7 жылға созылды. Кейінірек бір қатар мұсылман елдерінде әйелдерге арналған мектептер ашылды. Мұғалім рөлін молда атқарды. Әрбір мұсылман Құран оқи білуі тиіс болғандықтан мектепте оқу міндетті болды. Мектептерде балаларды жазуға, оқуға үйретті. Олар Құран мәтіндерін ана тілі мен араб тілін меңгерді. Мектептер мұсылмандық дәстүрлерден ажырамады және халықтың есебінен жұмыс жасады. Мектеп бітірушілер медресеге оқуға түсуге құқылы болды. Медресе арабша, мадраса, меңгеру, оқытатын жер деген сөзден шыққан. 9 ғасырдан бастап діни адамдарды мұсылмандық құқық белгілерін, мектеп мұғалімдерін, мемлекеттік қызметтерді дайындайтын орта және жоғары мұсылмандық мектеп. Медреселер әдетінше үлкен мешіттерде қалыптасты. Мешіт жанындағы алғашқы медресе 859 жылы Мароккода пайда болды. Медресе 9-13 ғасырларда ислам дінін қабылдаған елдерде кеңінен таралды. Медреседе оқу тегін болды, ол 10-15 жылға дейін созылды. Медресе бітіргендер университетке түсуге құқылы болды. Жексенбілік мектептер орта ғасырлар мен жаңа дәуір білім беру аз ғана топтың құзырында болып, жаппай міндетті болған жоқ. Жағдайы жақсы адамдар өз балаларını жеке дара үйлерінде оқытты. Оларды мектеп-интернаттарға, ақылы білім беру мекемелеріне жіберілді. Қол өнершілердің, жұмысшылар мен шаруалардың балалары білім алған жоқ.
Әдетінше ата-аналармен бірге аптасына 6 күн, кейде одан көп 13 сағатқа дейін жұмыс істеді. Алғашқы жексенбілік шіркеулік мектептер жексенбі күндері жүргізілетін, ересектермен жұмыс істейтін балалар үшін тегін оқу орындары 16 ғасырдың ортасында Европада пайда болды. Олар діни және сабақты әңгімелесу түрде өткізу бағытталды. Осындай мектептер Европа мен Солтүстік Америкада кеңінен таралды. Жексенбілік шіркеулік мектептер тек шіркеу жағында ғана емес, фабрикалар мен зауыттарда да болды. Конфессионалды және зайырлы түрдегі жексенбілік мектептер келесі белгілерге тән: сабақ өткізу уақыты, шағын және әртүрлі жастағы топтар, тегін оқу, оқушылар үшін жас және сословиялық шіркеулердің болмауы, жыл бойы қабылдау және осыған байланысты оқушылар құрамын үнемі жаңартып отыру, сабаққа қатысу еркіндігі. Мектепте білім берудің қазіргі кезеңдегі үлгілері: білім беру үлгісі білім алуды сипаттайтын жүйе және адамның өмірі мен қоғамдағы рөлі деген көзқарас. Қазіргі кезде мектепте білім берудің 5 үлгіге бөлінеді: дәстүрлі, рационалды, гуманистік, индустриалды емес құзыреттілік. Үйге тапсырма: мектептік білім берудің барлық үлгілері туралы эссе жазып келеміз. 100-150 сөзден тұруы керек. Қош сау болыңыздар.